Бәріне сәлем, сіздер Кидспорт медиа арнасындасыздар. Мұнда біз Қазақстанның балалар және жасөспірімдер спортының ең қызықты оқиғаларын мәлімдейміз. Шығарылымды хоккей жаңалықтармен бастаймыз. Жастар хоккей лигасы ресми сайты 2026 жылғы маусымдағы жастар командалары арасындағы Қазақстан кубының күнтізбесін жариялады. Турнир 25 тамызда басталып, 13 команданың басын қосады. Алдын ала кезең Павлодар, Теміртау және Түркістан қалаларында өтеді. Оның қорытындысы бойынша плей-оффтың 4 қатысушысы, 3 топтың жеңімпаздары және екінші орын алғандардың арасында үздік команда анықталады. Шешуші матчлер 2 және 3 қыркүйекте Теміртау қаласында өтіп, онда Қазақстан кубының иегері белгілі болады. Ойындардың толық кестесін kidsport.com сайтының жаңалықтар бөлімінде көре аласыздар. Ал футбол маусымы қарқын алуда. Қарағанды облысында 20 шілдеден бастап жеке меншік футбол мектептері арасында GKFL 2026 жарыстары өтуде. Биыл республикалық деңгейге шығу үшін 34 команда таласуда. Жарыс 2009 жылы туған ойыншылардан бастап, ең жас 2017 жылы туған футболшыларға дейінгі алтын жаңа санатты қамтиды. Облыстық кезең 8 тамызға дейін жалғасады. Содан кейін үздік командалар Қарағанды облысының республикалық жарыстарда ұсыну құқығына ие болады. Тамыз айында жанкүйерлердің назары Шымкент қаласында аударылады. Мұнда бірден 4 ұлттық құраманың жас футболшы қыздары кездеседі. 11-17 тамыз аралығында қала 15 жасқа дейінгі қыздар командалар арасында УЕФА-ның халықаралық даму турнирін қабылдайды. Оған Қазақстан, Әзербайжан, Ресей және Беларусь құрамалары қатысады. Теннис корттарында да ыстық шайқастар жүріп жатыр. Түркістан U14 республикалық турнирінде Ақтөбе теннис мектебінің тәрбиеленушісі Ясмин Якия жарқын өнер көрсетіп, бірден 2 жүлдеге ие болды. Жекелейсында Ясмин финалға дейін жетіп, онда алматылық Аружан Бектемисоваға қарсы өте тартысты 3 сеттік матчқа есе жіберіп, күміс жүлдегер атанды. Ал жұптық сында қыздар күштерін біріктіріп, турнирдің алтын медальдарын жеңіп алды. Қазақстандық спортшылар елімізде ғана емес, еліміздің тыс жерінде де көркем жүзуден тұғырға көтерілді. Бангкокта өткен көркем жүзуден Азия чемпионатында астаналық спортшы Ясмина Исламова қола медаль жеңіп алды. Ол әйелдер арасындағы жеке еркін бағдарламада 3-ші орынға ие болды. Бұл марапат Астана өкілдерінің чемпионаттағы сәтті өнер көрсетуін жалғастырды. Бұған дейін астаналық спортшылар мұнда 2 алтын және 2 күміс жеңіп алған болатын. Карате әлемінен тағы бір халықаралық медаль Болгариядан Қазақстанға аттанды. Варна қаласында Киокушинкай каратеден әлем кубогы өтіп, онда ел намысын Батыр Тим клубының тәрбиеленушісі 14 жастағы Рауан Оландулы қорғады. Жас спортшы әртүрлі елдердің мықты қарсыластарымен бір қатар күрделі жекпе-жектер өткізіп, күміс медаль жеңіп алды және әлемнің вице-чемпионаты атанды. Турнир бүкіл Қазақстан құрамасы үшін де сәтті өтті. Жарыс қорытындысы бойынша біздің команда жалпы командалық есепте 1-ші орын иеленді. Қазақстандық жастардың халықаралық табыстар сериясы Бангкокта бұл жолы баскетбол алаңында жалғасын тапты. 18 жасқа дейінгі Қазақстан қыздар құрамасы B дивизионындағы Азия кубогының күміс жүлдегері атанды. Финалда Қазақстан Ливан құрамасымен кездесті. Матч 58-39 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды. Ал біздің баскетболшы қыздар Азия кубының күміс медальдарымен аяқтады. Сонымен қатар Қазақстанда да үлкен баскетбол мерекесі өтті. Астанада Халық лигасы әлеуметтік жобасы айсурасында жыл сайын өткізілетін Үміт кубогы 2026 республикалық чемпионат аяқталды. Биыл турнир еліміздің 17 өңірінен 9 бен 17 жас аралығында 350 жас спортшының басын қосты. Қыздар арасында Ақкөл командасы жеңімпаз атанды. Шымкент күміс, ал Рудный қола еншіленді. Бос балалар жарысында бас жүлде де Ақкөлге бұйрықты. 2-ші орынды Петропавловск командасы, 3-ші орынды Рудный спортшылары иеленді. Өткен аптада ұлттық деңгейде жеңіл атлетика өкілдері де медальдарға ие болды. Астана қаласының нөмір 7-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің спортшылары кедергілерден жүгіруден Қазақстан чемпионаттың қола жүлдегері атанды. 4-400 метр аралас эстафетада Анастасия Колода
Екатерина Колода, Расул Кадыров және Асқар Амиржанов үшінші орынға ие болды. Қазақстандық жасөспірімдер Оңтүстік Кореяда халықаралық медальдар жиынтығын жинады. Чунчон қаласында таэквондодан Чунчон Корея Open 2026 турнирі өтті. Қазақстан құрамасы жарыста бірден 16 марапатпен 3 алтын, 9 күміс және 4 қола медальмен аяқтады. Турнир жеңімпаздары Сатыбалды Абдуллин, Бекболат Аягөз және Фатима Оразбекова атанды. Румынияның Изворани қаласында өткен юниорлар арасында триатлон бойынша Европа кубының қорытындысы бойынша Қазақстанның қоржынының тағы бір күміс марапат түсті. Жарыс 14 елден 85 спортшының басын қосты. Турнирдің соңғы күні Қазақстан құрамасы тек жарыс иелері Румыния командасына ғана жол беріп, аралас эстафетада екінші орынға ие болды. Спорттық апта осылай болып шықты. Жаңа турнирлер, жарқын өнер көрсетулері және Қазақстан спортшыларының медальдары. Ендігі апта одан әрі қызықты болуына ниеттеміз. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Қазақстанның болашағы жасөспірімдердің қолында. Сіздермен бірге Кеспорт медиа арнасы.